Сәлеметсіздер ма, достар? Мына ақшалар сіздерге таныс па? Біздің замандастарымыз осы 50 теңгені ұстағанбыз, осы 20 теңгені ұстағанбыз. Ең алғаш осы 50 теңге тиын болып шыққан кезде, 20 теңге тиын болып шыққан кезде. Ал қазір мынандай, міне қазір біздің ұстап жүрген 20 теңгеміз бен 50 тиынымыз осындай. Қараңыздар, мынау біздің ең алғаш 50 теңге болып шыққан кез емес, 50 теңгенің тиын болған кезі, тиынге айналған кезіндегі шыққаны. Ал мынау қазіргі біздің ұстап жатқанымыз. Қараңыздар, ақшаның тіпті құнсызданып жатқаны мына тиынның өзінің кішіреюінен ақ білінуге болады. Міне кезінде осы 10 жыл бұрын, 10 жыл бұрын тиын қандай не еді, құнды енді, даже көлеміменен, тіпті оның құнына қарамай. Ал енді қараңыз, қазір осы 20 тиын деген ақша бар ма? Мынандай ақшаны 20 тиын дегенді қазірді көре аласыздар ма? Қазір біздің 20 тиынымыз, кезіндегі 20 тиын, қазіргі біздің 1 теңгемізден де құнды болған. Қараңыздар, бұл не деген сөз? Мынау да ақша, бірақ құны кеткен ақша, құны кеткен сайын бұл уже өмірден кетеді. Міне қараңыз, уже 1 теңгеміз кезіндегі міне 20 тиынымыздан құнсызданып баратыр. Қазіргі 1 теңгеміз. Қазір 1 теңгеге біз бір нәрсе ала аламыз ба? Ала алмаймыз. Ал кезінде міне біздің 3 тиынымыз, 3 теңгеміз. Қазіргі біздің 50 теңгеден сәл-ақ кіші. Қазір получается біздің 3 теңгеміз, сол кездегі 3 теңге, қазіргі 50 теңгенің құнына жетер-жетпес деп айтса болады. 20 теңгемізді қараңыздар. 3 теңге 20 теңгеден де құндырақ болған. Сонда не деуге болады? Күннен күнге ақша құнсызданып бара жатқанын көруге болады осыдан. Құрметті достарым, менің күнделікті күйбің тірлікпен жүріп айтамыз, маған қазіргі ақшаның жаңағы құнды болсын, құнсыз болсын, мысалы доллар қымбаттап жатыр десе айтады, доллар қымбаттаса қымбаттай берсін, оның маған не қажеті бар деп жатады. Кешіріңіз, доллар қымбаттап жатқан жоқ. Енді бар, енді аз қымбаттап жатқаны, но біздің мына теңгеміз құнсызданып жатыр. Мына қараңыздар, теңгеміз құнсызданып жатыр. Сондықтан финансовый сауатты болыңыздар. Финансовый сауатты болу деген сөз, ол сіздің өзіңіздің болашағыңызға, кәдімгідей алып жатқан қаражатыңызға мән беру. Мына қараңыз, 20 теңге қазіргі 100 теңгеден де құнды. 20 теңге қазіргі 100 теңгеден де құнды болған. Сондықтан, құрметті достарым, әріптестерім, замандастарым, өздеріңіздің қолдарыңызда ертеңгі күні қандай жағдайда, финансовый жағдайыңыз қандай болатыны. Бұл тек қана көру үшін ғана берілген видео емес, бұл ойлану үшін, өздеріңізге, өмірлеріңізге, болашақтарыңызға шылчок жасау үшін. Бұл ертең бір күні ғана өзгеретін, өмір сүру үшін ғана емес, болашақтағы күнделікті өмірлеріңіз ғана емес, болашақтағы өмірлеріңізге мән беру, қазір ойлану керек видеосы. Мен сіздерге әлі тағы да видео түсірем, сондықтан келесі кездескенше.